80-ші жылдардың соңына таман тозығы жеткен, шіріген атеистік Мәскеудің отаршыл саясаты бойынша 2000 жылға дейін қазақ атауын өшіріп, Ресейдің провинциясын жасауы іске аспады. Отаршылдық құпия саясат барысында 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан орталық комитетінің пленум өтті. Кеңес тарихында болмаған пленум 18 минутқа созылды. Мәселе біреу ғана болды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты орнынан алып, бес қайнаса сорпасы қазаққа қосылмайтын Колбинді қазаққа басшы етіп тағайындады. Наразылық білдірген қазақ жастары бейбіт шеруге шыққаны сол еді. Мәскеу бұрқасын 86 әскери операциясын жасап қырғынға ұшыратты. Сол оқиғаның куәгері Ерлан Досымның айтуынша алаңда тұрғанда әскермен қоршап алды. Су шашатын 20-ға жуық өрт сөндіру көліктер келіп су шаша бастады. Сол күні ерекше суық болды. Жан-жақта абыр-сабыр, айғай-шу болып, қайтпаңдар, қашпаңдар қазақтар деген ұран лақтырып, біз қолтықтасып сапқа тұрып, алтын күн аспаны, алтын дән даласы, қазақты бастаған елме қарашы деп рухтанып әндете бастадық. Бір кезде оқтар атылып, әскермен иттерді қарсы жіберді. Нағыз қырғын төбелес басталды. Шуылдаған машиналар топтарды жарып, алпарлыс орын алды. Қыздарымызды қорғап, жігіттер қолтықтап ала қаштық. Алдымыздан шыққандарды тепкіге салып құлатып, көше-көшемен бұрылып қаштық. Овчарка ит қасымдағы қызды жеңінен ұстап жығып еді, жүгіріп барып иттің құлағынан теуіп сілейт түсірдім. Қыздарды жол жөнекей подъездерге жасырып, өзіміз бөліне бастадық. Бір мезетте ауыр темір келіп, арқадан тигенде демім бітіп, мұзға сілейіп түстім. Темір оқтаудай тиетін дубинкалар есімді тандырды. Көзімді ашсам, Пазик автобуста отыр. Үсті басым қан. Автобуста отырған милиционер тергеуге ала бастады. Бағыма қарай қазақтың жігіт екен. Тергеу барысында мен оған алаңда болмадым. Мен орталық музейде суретші болып істеймін. Жұмыстан шыққан бетім, міне пропускым деп ақталдым. Сенді ме, сенбеді ме? Отыр осында деп бұйырды. Артыма қарасам басы сапер күрегімен қаққа айырылған жігіт жатыр. Қасында жарақат алғандарды отыр. Оны көріп, жүрегім зырқ ете түсті. Түн ортасында әлгі милиционер жігіт мені жолдан түсіріп кетті. Сол кездегі сұмдықты айтып жеткізу мүмкін емес деп сөзін аяқтады. Энергетика институтының студенті Ербол Спатаев баскесерлердің қолынан қаза тапса, Чайковский атындағы музыкалық училищенің студенті Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Сабира Мұхамеджановалардың өлімі әлі жұмбақ болып келе жатыр. Аттары аталмаған белгісіз көмілгендер, зорланғандар, денсаулығынан айырылғандар, мұзға отырып бала көтермей кеткендер қаншама. Сол кезеңде 15 одақтың ішінде бірінші болып көтерілген қазақ жастары қызыл темір кеңестік торды бұзып, тәуелсіздікке жол ашқан осылар емес пе ағайын? Қазақ айтады, бөрінгенде бөрі жейді дегендей, асыл тастан, ақыл жастан деп бос қайтпаған, есі кеткен мәңгүрттікке жол салғандар ғана ана тілін менсінбей, ру жүзге бөлініп, батыстың мәдениетіне қызығып, атадан қалған салт дәстүрімізді таптағандар да аз емес. Жұбан Молдағалиев, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп жырлағандай, тегімізді, тарихымызды біліп, бір атаның баласындай, желтоқсандағы қолтықтасып сап дүзеген қазақтың ұл қыздарындай, бір жұдырыққа жұмылып, қазақ болайға ағайын. Білімді көтеріп, ғасырлар бойы бабаларымыз сақтаған, армандаған тәуелсіздігімізді сақтайық. Жау жағада тұр. Бауыржан Сатыбалдыұлы. Желтоқсан